Қараңыздар, мына екі көзден кәдімгідей кейде адам айырылады ғой. Әркім тағдыры ғой енді ол. Біреу әркілді себеппен, біреу бірдеңе ұрынып не қылуы мүмкін, біреу солай кәдімгідей таңертең тұрған кезде көзі ашылмай қалған кісілер бар, білесіздер ме ондайды? Бір жақын нелеріміз бар еді. Ұйқыдан тұрған екі көзі көрмейді, ал не дейсің ал? Құдай тағала алам десе алып тастай салады. Ең ұлы нығмет көз иманнан кейін берілген. Алла пайғамбар сам хадисінде, құдси хадистерде келеді ғой. Егер де мен пендемнің ең жақсы көретін нәрсесін алсам дейді. Және ол оған сабыр сақтайтын болса, үндем аузынан андай әңгіме шықпайтын болса, неге мен көре алмаймын туған жерде, неге дейтін болса дейді, ол жәннаттан айырылып қалады дейді. Аузына ие болса, оған жәннат болады дейді. Көрдіңіздер ма? Оңай емес, қазір лапылдап отыр ғой, көзің бар болғаннан кейін. Алып тастаса, әңгіме айтып қою мүмкін Аллаға. Көрдіңіз ба? Мынау бейшара су ғой, мынау тұрған. Алла тағала сендердің суларыңды ағызып, қорғатып тастаса, кім әкеп бере алады дейді ғой. Біреу бар ма көз әкеп бере алатын? Біреудің көзі біреуге көз болмайды. Иттің көзін, бәленің көзін салады ғой, бірақ ол не? Тек әшейін көрмейді, сыртқы бейне үшін ғана тұрады болды. Сенің өзіңнің жаратылған кездегі Құдай жасап берген көзің бола алмайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Алланың нығметін қараңыз. Су әшейін, су мынау. Бітсең ағып кетеді негізінде. Соны ешкім әкеп бере алмайды деп. Қараңыздар, бірақ Құдайдың құдіретін қараңыздар. Мынау көз бар ғой, жанардан айырылып қалсаң, қайтадан қайтуы мүмкін екенше. Тарихта көп оқиғалар бар. Мына жерде енді Юсуф алейхиссалам бірінші айтайық. Юсуф алейхиссалам әкесі көзінен айырылып қалды ғой. Сонда бауырларынан нені беріп жібереді? Жейдесін беріп жібереді, көйлегін. Айтыңдар, әкеме көзін не істесін дейді? Сүртсін дейді. Көзін сүртіп еді, әкесінің көзі ашылып кетті, субханалла. Енді қараңыздар. Бұл имам Бұхаридің да басында болған. Имам Бұхариді білесіздер ғой. Бүкіл Кутубу Ситтаның басында тұрған ең ұлы ғалым, әлемдегі ең сенімді кітаптың бірі, жер бетіндегі. Имам Бұхари 10 жасында немесе 12 жасында екі көзден айырылып қалған имам Бұхари. Сонда шешесі байғұс тахажүттің ешқайсысында қалдырмай жылай берген баласының ілімге деген махаббатын көріп тұр ғой анасы. Көрдіңіз ба? Алла тағала анасының түсіне Исмаил мен Ибрахим пайғамбар жіберген дейді. Екеуі или біреу ұмытып қалып тұрмын, қазір есімнен шығып тұр, есімнен. Исмаил алейхиссаламды немесе Ибрахим алейхиссалам екеуін біреуін жібереді, немесе екеуін жібереді. Болды, қой жылауыңды деп айтады дейді, жаңа пайғамбар келіп ше. Таңертең балаңның көзі көреді деп айтады дейді. Азанда шешесі, ұйықтайсың ба анадан кейін? Ұйықтамайсың ғой сен. Тахажүттен кейін ұйықтамай, таң намазы оқып, баласы таң намазына тұрған кезде өзі дәрет алып отыр дейді имам Бұхари барып, субханалла. Көрдіңіз ба? Имам Бұхаридің Алла көз жанарын естіп берген, қайтарып берген екен. Соның қайтаруында да қайыр болған екен, үмметке қандай ұлы ілім тастап кетті. Мұхиттың арғы шеті, мұхиттың бергі шеті, қай жерге дін жетті, имам Бұхаридің кітабы жетті.